AQSh'ta жасалған бірнеше жағымсыз сценарий нұсқалары бар. Бірінші нұсқа Ресейде майдан болуы. Бұл 1917 және 1991 жылдарға ұқсас. Бұл сепаратистік ыдырау деп аталады. Яғни қоғам ұлттық белгі бойынша бөлінеді. Мигранттардан бастайды. Кейін дағыстандықтармен бір-бірімен күреске ұласады. Яғни дінаралық қақтығыстарды қоздырады. Ақпараттық күн тәртібі арқылы қоғамның көңіл күйін басқарады. Кейде олар сипаттайтын белгісіз снайперлер пайда болады. Солар басқаларды арандатады. Яғни жағдай ушығады. Кенеттен біреу шығып, бір ұлтқа оқ жаудырады. Кейін басқа біреу екінші ұлтқа оқ атады. Айтпақшы, бұлардың екеуі де шетелдік тыңшылар болады. Алдыңғы қатарлы жасақтар емес. Бәрі қақтығыс процесі басталды. Қақтығыс азаматтық соғыс пен сепаратистік соғыстарға ұласады. Ресей бірнеше аумаққа бөлінеді деген американдық ой бар. Сонымен қатар ядролық қарудан айырылады. Тағы да айтайын, Американы Ресейдің өзі емес, Ресейдің ядролық қаруы алаңдатады. Мұны түсіну керек. Бұл бір сценарий. Екінші сценарий Еуропадағы ядролық соғыс. Америка шетте қалады. Еуропада қақтығыс өршиді. Яғни біреу-біреуге ядролық бомба тастайды. Стратегиялық емес, тактикалық. Тактикалық ядролық бомбалар бұл ұрыс алаңындағы қару. Стратегиялықтан айырмашылығы оларды лақтыруға болады. Тоқтаңыз, Еуропадағы қақтығыс кіммен? Өзара ма әлде Ресеймен бе? Мысалы, Франция Ресей, Англия Ресей, Германия Ресей деп алайық. Яғни америкалықтардың мақсаты Еуропада тактикалық ядролық қарумен ядролық қақтығыс бастау. Ресейдің бірнеше қаласын ядролық қарумен жою. Ресейде мысалы Киевке, Берлинге немесе басқа бір жерге соққы жасайды. Бұл америкалық сценарий. Мұндай соғыс автоматты түрде Америка Құрама Штаттарын ресейлік ядролық қарудан қорғайды. Өйткені Ресейдің Америкаға дейін қолы тимейді. Ал Америка болса бұл жерде өзін дұрыс ұстайды. Бітімгерлер, гуманитарлық көмек, бәрі тәртіппен қалай болуы керек болса солай. Бұл олардың жаман деп аталатын сценарийі. Осы сценарийге оларда қуатты 5-ші колонна жұмыс істеп жатыр. Біз әлі Ресейде, Мәскеуде билік органдарында егемендік мәселесін шеше алған жоқпыз. Ресейдің сыртқы барлау қызметінің басшысы Нарышкинді еске алыңыздаршы. Ол ашық түрде Ресейде бұқаралық ақпарат құралдарында, билік органдарында 80 мыңнан астам америкалық тыңшы жұмыс істеп жатқанын айтқан. Оларды ешкім алып тастаған жоқ қой. Тазарту жұмыстары жүргізілген жоқ. Сондықтан бұл екі сценарийге де тірек болып отыр. Дәл солар, мысалы, мынадай елес тудырады. Иә. Яғни, америкалықтар біздің үштікке шабуыл ұйымдастырды. Ал кінәлі Киев, немесе кейбіреулер айтады. Қалай еді, Лондон. Бұл олардың күн тәртібі. Яғни, бұл ақпараттық күрестің бір бөлігі. Міне, бұл теріс сценарий. Ол неге әкеледі? Яғни, біз үшін ол Ресейдің жойылуымен аяқталады, былайша айтқанда. Яғни, қандай да бір жеке бөліктерге бөліну, соғыс ұйымдастыру. Ыдырау бұл әскери әрекеттердің процесі. Иә. Яғни, былайша айтқанда, бұл біз үшін осылай аяқталады. Менің ойымша, бұл сценарийлер ықтималдық тұрғысынан Ресейдің жеңіс сценарийіне қарағанда азырақ мүмкін. Тағы да, себебі стратегиялық ядролық қару және әлемде бар америкалық бірполярлы механизм. Яғни, сын сағатта біз америкалықтарды осы барлық сценарийлерді тоқтатуға мәжбүрлей аламыз. Яғни, бізде кепілдік бар. Кепілдік бұл жаман да, жақсы да. Жақсы жағы кепілдікпен өмір сүру оңайырақ. Бәрі біз жеңілмейтінімізді білеміз. Эксперимент жасап, ақымақтықпен айналыса беруге болады. Бәрі бір жеңеміз. Яғни, біз тіпті дағдарысты да, кез келген нәрсені де ұтылатын сценарий жоқ. Ал жаман жағы бұл босаңсытады. Яғни, түсінесіз бе, мүмкін, реформаларды қазір, дағдарыстың алғашқы белгілері пайда болғанда бастап жіберер едік, иә. Бірақ не үшін? Кейінге болады ғой. Бізге негізі ештеңе қауіп төндірмейді. Кепілдік бар, көпшілік осылай ойлады. Айтпақшы, мен де солай ойладым. Алғаш рет сіздерге 2012 жылы келгенінде Ресейге ешкім шабуыл жасамайды деп сенімді болдым. Барлық Ресей азаматтары сияқты, иә. Өйткені Ресейде ядролық қару бар және қуатты армиясы бар. Бірақ көріп отырғанымыздай, бүгін 2025 жылы, 13 жыл өткен соң бізді үнемі дрондармен атқылап жатыр. Тіпті біздің ауданға да ұшып келіп, сол жерде атып түсірген кездер болды. Әскери нысандарға, мұнай базаларына, жалпы әскери кәсіпорындарға және басқа да орындарға соққылар жасалып жатыр. Яғни, бұл нағыз соғыс болып жатыр. Ал біз 13 жыл бұрын сізбен не туралы айттық?
Біздің үшінші тармағымыз қандай еді? Яғни Ресейде егемендік жоқ деп айттық. Яғни мұның бәрі бізге қатысты емес. Егемендік бұл биік. Егер сізде ұлттық билік болмаса, сіз қаншалықты мықты болсаңыз да, ядролық қаруыңыз болса да, бұл қару сіздің мүддеңіз үшін қолданылмайды.